И экран көрсөтүп жемелдеп бастай берейик, э. Так. Менин даусым жакшы эзилип турар, э, барлыктарыңызга. Жалпы өздөрүңүз каалайсыздар? Көңүл күйлөрүңүз калай? Жакшы, рахмет, өзүңүз каалайсыз? Жакшы, рахмет. Жалпы бүгүн соңку сабак бизде. Енді максимально енді тестке дайындалыңыздар, иә. Сол тест айтады, жалпы апрелдин соңунда болот деп айтып жатыр. Сол баары өткөн тақырыптарды кайталаңыздар, иә. Сосын тестте 30 сурак болот экен. И оны 15 сурактын ичинен жаңа өткөндө бир тест талкууладык го, иә. Сол примерно сол сурактардан келет экен. Соңга окшош. Және 50% жогору жинап, биздин цель сондай. Хорошо, тесттен 50% жогору жинап, Кудай кааласа, колдон сертификат алып, актап чыгайык. Сол тесттер, өткөн тесттер жаттап, дагы да өткөн тақырыптардын баардыгын жаттап, окуп, иә. Тестке сакадай дайын болсаңыздар, тапшырып чыгуу оңой болот сиздерге өзүңүз, иә. Және бизде әрине кубанабыз. Примерно осы курс 6 айдай болуп жатыр экен сизде, 6. Примерно сол тест өтө маңызды экен. Осы 6 айдын результаты осы тестке байланып тур, иә, сиздерге. Расма? Так. Экран көрүнүп тур, сиздерге? Экран көрүнүп тур. Караңыздар. Мен видео app деген нени создать еттим. Приложение создать еттим. То есть бүгүнкү приложениянын максаты бизде максаты мындай. То есть биз осы React колдануу аркылуу жобаны жасап аркылуу, мисалы, бейнени жүктөйбүз де, бейнени жүктөп, оны GIF форматка түрлөндүрөбүз. То есть видео to GIF generator кошумчасын жасайбыз. Так, и биз осы жобада көбүнесе ffmph.js китапханасынан колданабыз. Себеби бул китапхана бейнени өңдөө жана түрлөндүрүү үчүн браузерде жумуш жасайтын китапхана, иә. Жобанын негизи мүмкүндүктөрү, видео файлды жүктөйбүз, және видеонун кажеттүү бөлүгүн кесемиз, мисалы, видеонун кажеттүү бөлүгүн кесемиз де, видеонун форматын GIF-ка түрлөндүрөбүз. И GIF-ти алдын ала карап, оны жүктөйбүз, иә. Так, мен проект создать еттим. Так, видео app. Енді осы проектке кіреміз де, CD проекттің атын жазып, сол проектке кіреміз. И осы жерге жаңа мен айткан библиотеканы орнатамыз, иә. Давайте npm install ffmph, сосын ffmph, сосын ffmph core деген библиотеканы орнатайық биздин проекттин ичине. Хорошо? Сол маған бастапқыда келеді, сол наурыздың ортасында, соңында деп айтайық, апрелдің соңында болады деген тест. Оған дейін әлі дайындалып үлгересіздер, иә. Асықпай дайындалып, барлық өткен тақырыптарды қарап. Так, болды. Мына осыны секілді. Енді бізде React қосымшалы осы mph-ді қосу үшін, давайте біз мынандай не создать етейік. Так, пока терминалда жаба тұрамыз, иә. Терминалда жаба тұрайық. Мына видео mg. Так, давайте мынау CRC-дің ішіне бір папка создать. Папканы давай utils-ден бір папка болсын. И осы папкаға жаңағы ffmpg.js-ді создать етейік. ffmph.js деген папканы создать етейік. И осында жаңағы қазір код жазамыз, примерно сосын ары қарай жеңілдеп түсіндіремін. Так, импорт жасайық. Бірінші импорт жасағанда
meni import жасаймыз. Manda ne бар? Create ff page и fetch axios, onu bilesizler, fetch file, file'da alamız. So, bibliotekani qo'llanamiz. From biblioteka, bizni o'rnatgan biblioteka. Bunda ff none. Biz bibliotekani tanlaymiz. Bunda давайте константный variable so'zlaylik. Так, animalni so'zlaydik. Bu animalni bunaqa kengaytiramiz. Bu bizga так, log двоеточие, true. True. Bu bize neni bildiradi? Create ff mpeh ол негізінде көбінесе ff mpeh web нұсқасын іске қосу. То есть true, ya, true мен біз іске қосып тұрмыз. Түсінікті, ya. Енді fetch файлды қарап қолданайық. Мысалы export константный и файлды загрузить етеміз, load ff mpeh. Так, мысалы загрузка и асинхронно загрузить керек, ya. Так, осылай беріп қоямыз да, и мына жерге жазамыз. Шарт жазамыз, ya. Егер ff mpeh жүктелген болса, is loaded жүктелген болса, біз не істейміз? Await жасаймыз. Await ff mpeh load дейміз. Так, сонымен так. Экспортты жағамыз, и экспорт келесі бізде конвертацияны экспорт жасаймыз. Константный конвертация деген білесіздер, convert, то есть convert видеодан gif-қа. Видео to gif деген осыны істедік. Animal. То есть animal деген бұл функция, константная функция. И бұл тоже асинхронно несек. И бұл жерде бізде не бар? Бізде ішінде видео файл қоямыз. И start time басталу уақытын қоямыз. И duration күту. То есть промежуток, да? Duration промежуток қоямыз да. И бұл жерге нені қоямыз? Так, жалпы біріншіден біз await төбедегі функцияны қоямыз. Төбеде создатқан функцияны қоямыз. Шақырамыз, то есть, бұл жерге шақырамыз ол төбедегі функцияны. Және ff mpeh деймізде осы библиотеканы қолданамыз. fs и write file, read file, питонда қолданғансыздар ғой, write file, read file. Бұл жерде соны қолданасыздар. То есть біз оқимыз. Нені оқимыз? Бір inputный бір mp4 бір видео болсын, ya. Inputный mp4 бір видео болсын. Соны оқимыз. Мен видео дайындамаппын, вообще қазір бір видео скачать керек бізге, что тексеру үшін, ya. Await и fetch file дейміз. Так, fetch file. То есть біз қандай не аламыз? Видео файлды аламыз, ya. Fetch арқылы. Fetch көмегімен. Fetch axios арқылы біз информацияларды алушы едік қой, ya. Бұл жақта fetch file дейміз де. И нені аламыз? Видео файлды аламыз, ya. Соны көрсетеміз. Так, енді
келесі await mph деймізде run жасаймыз. Run ішіне не саламыз? Мынандай аргументтер саламыз. I деймізде initial бізде input mp4 файл болады. Потом бізде бұл жақта бізде көбінесе start time. Так, өтіңізде бізде мұнда не белгі болады. Осыны белгі болады, start time. Енді келесі duration'ды уақыт time'ды тоже duration осында қоямыз. Duration күту уақыты. Келесі бізде формуламен мынандай формула қолданамыз. BF деймізде scale кажется. Scale деймізде тең 320 төнген -1. Бұл бізде бұл жақтан ішіне болады. Енді бізде соңғысы 10. Бұл жерде, то есть fetch файл, видео файл деген, ол жүктелген бейне файлы біз mph жадында оқуды білдіреді. То есть fetch файл, видео файл деген бар ғой. Fetch файл, видео файл деген бізде жүктелген видеоны mph жадында оқимыз. Және mph run деген ол не істейміз? Видеоны, бейнені қажетті уақыт аралған GIF-қа түрлендіреміз. GIF-қа түрлендіру процесі. Так, посмотрим. Так, называем. Так, он. И output. Сонда GIF-қа айналады. Output GIF. Так. Мұнда енді FF мынау бар ғой. FMPH VS деген бар ғой. Бұл бізде мысалы read файл, write файл и output ары кетеді, output GIF деген. Бұлар уже түрлендірілген GIF-ті оқу мақсатын білдіреді. Мына видеоны оқимыз и келесінде output GIF деп тұр, уақытта түрленген GIF-ті уже оқимыз и келесінде мынадан кейін константный давайте уже GIF бір данный болсын, GIF data бір данный болсын, оны ff .ps уже мына жерде не істейміз? Уже write файл емес, read файл қоямыз. Уже GIF-ті түрлендірдік и GIF-ті біз уже ары оқимыз да. Input img біз видеоны салдық, ал мұнда біз output уже GIF-ті қоямыз. Уже mp4 емес, уже GIF айналды output. Так, келесі бізде константный GIF блок дейді. Бұл new блок, то есть new блок дейміз не? Қазір айтам. New блок, сосын new блок. Ішінде тік жақша, GIF data buffer деймізде. Ішіне заттар мұнда емес. Ішіне buffer деймізде. Келесі типні көрсетеміз. Тип. Давайте мұндай болсын. Сурет GIF деген суретке жатады ғой.
Mesela GIF suretga aylantiradi. Так. То есть new block, GIF data дегендерimiz. То есть new block и тік жақшаның ішінде мынау GIF data buffer дегендер бар ғой. Мұның барлығы мысалы GIF-ті шолғышта көрсету үшін URL жасап жатырмыз мұнда. Түсінікті ғой? URL, то есть GIF файлдың несін URL ссылкасын жасап жатырмыз. И бізде қайтару керек сол URL и точка мысалы create object URL. Içimizde aslında GIF data'ны, то есть GIF data емес, GIF блокты қоямыз. Так, осымен біз нені жасаймыз? Полный жасадық. Так, енді бұл бізде ffmpeg.js файлы. Бұны сақтау қойып әзірге. Сақтай қойып. Енді дальше видеоны жүктеу компонентін давайте создадик. Ол үшін бізде CRC-дің ішінде давайте жаңадан папка создадик. Папканың аты болсын компоненты, ja? Компоненттер болсын. И давайте бір компонентке бір компонент создадик. Ол қандай компонент? Давайте видео uploader. Видео uploader болсын, ja? Видеоны жүктейміз осы JS файл арқылы. Так, енді бұнда міндетті түрде React-ті импорт жасаймыз, білесіздер. React-ті и useState-ті импорт жасаймыз. From React-тіміз. Шықпайық. Енді бізде келесі константны видео uploader. То есть басты функцияны создадим. Видео uploader жүйесі бізде видео uploader düşеді. Так. Бізде бұл басты функция. Так, енді бізде мұнда аргумент бізде мынада аргумент болсын. On video to upload аргумент болсын. Біз аргументті қазір қолданамыз, өзіміздің процесте. Так, білесіздер, useState біздің қолдану үшін біз міндетті түрде text, set text деген сияқты мені қолдануымыз керек. Бұяқта бізде видео файл, видео файл и set видео файл болады. Білесіздер, set видео файл болады. И useState-ті осында жазамыз. useState болады бізде пустойды null дейміз, пустой null файлды. Бұяқта тік жақша, тырнақша қолданамыз, өйткені видео файл болды. Сол үшін null деп жазамыз пока. Так, енді константный handle change, handle submit, білесіздер. Біз useState екенін всегда handle қоямыз. Бұяқта біз файлдың өзгерген, handle change файл. Соны бақылаймыз. Бақылағанда міндетті түрде білесіздер, event қолданамыз. Ені қолданамыз. Так, event. Так, мұнда бізде константный файл. Ол бізде event target value. Уже value емес, бұяқта files. Files 0 болсын. Так, енді егер файл бізде егер файл болса, десеміз set video файл бізде true болады. Set video файл бізде
то есть to файл болады және аргументті қолданамыз, функцияда сызылған аргументті осы жерге шақырамыз. On video upload тоже файлды upload жасаймыз. Set video файл видеоны оқимыз да, оны алып неге қосымшаға upload жасаймыз. Так, енді константный handle change бітірдік. Так, енді return. Бұл бізде не қайтарады? Соны жазайық. Обычно бір div қосып, давайте контейнер болсын. И контейнердің ішінде давайте не болсын? Input болады. Так, енді inputта бізде тип болады. Тип басқаша болады уже. Inputта тип бізде файл болады уже. Input файл болады и accept деген қалай аударылады? Accept деген, то есть алу деген мағына білдіреді. Accept видеоны аламыз. Видеоны шығарып қоямыз. И on change бақылан жаңа біздің функцияны осында қоямыз. Handle file change де, handle file change де осында қоямыз. Так, input создать еттік. Енді бізде input создать еттік. Енді келесі мына жерге видео файл дейміз де, және видео файл және параграф болсын. Мына да жазу болсын. Жүктелген видео десек те, жүктелген видео и то есть inputқа файл choose файл дейміз ғой, файлды таңдаймыз. И осы жерде не істейді? Сразу жүктелген кезде видео файл шығады и видео файлдың аты шығады, аты шығады сразу жүктелген. Таңдалған видео файлымыздың аты шығады. Бұл осыны return'ді жабамыз и өзіміздің функциямызды экспорт жасаймыз сонда. Export default video uploader функциямызды шақырамыз. Сақтайық. Енді бұл JS файл бізде видеоны жүктеу компоненті. Түсінікті ғой, видео uploader. Жүктеу компоненті. Handle change файл дегенді түсіндіргіміз келеді. Handle file change, то есть жүктелген бейнені сақтаймыз және on video upload арқылы не істейміз? Ата-ана компонентке жібереміз. Ата-ана компонентіне бізде app.js-ға жібереміз. On upload файл деген осы арқылы, on video upload арқылы ата-ана компонентіне жібереміз. Енді келесі бізде видеоны GIF-ға түрлендіру. Но бізде жүктеу болды ғой, видео uploader. Енді келесі компонентті создатайық. Оның атын дәл солай создатайық. Видео, чтобы ажырату үшін, видео to GIF, то есть видеоны GIF-ға түрлендіреміз. Түрлендіру деген бізде конвертер JS. Осында папа создатайық. Енді бұқта GIF түрлендіру батырмасын қоямыз. Және бұнда бір видеоның қажетті бөлігін таңдауға мүмкіндік беретін бір компонент болады. То есть батырма болады. И видеоның қажетті бір бөлігін кесіп алатын бір компонент жасаймыз. Осы import React болсын. И useState болсын. From React. Енді
жаңа бізде утилде мынандай бір файл сызып өткен болатынбыз, иә. Осы файлды импорт жасаймыз. Бізде константный неден барлығын экспорт жасады, конверт видео gif. Бізде қазір түрлендіреміз ғой. Осыны экспорт бар ғой, осы. Мына полный мына. Біз қазір не істейміз? Импорт жасаймыз. Экспорт жасалып тұр, көрдіңіздер, иә? Экспорт жасалып тұр. Convert video gif дегенде. Convert video gifті осында импорт жасаймыз. Импорт деймізде конверт, міне сразу шықты, көрдіңіздер, convert video gif. Хоп, міне сразу сіздерге уже шығарып берді утилден папаның ішінде fmg деген JS файл. Жақсы. Енді давайте өзіміздің басты функциямызды создать етейік. Қандай функция? Video to gif converter деген видео функция. Converter деген функция. Так, осылай. Енді бізде не екен? Давайте видео файл болсын. Видео файлды біз не істейміз? Convert жасаймыз. Аргумент бізде видео болады. Так, енді барлығымыз осында сызып өтеміз. Usestate біз импорт жасадық. Давайте usestate қолданамыз. Барлығы түсініп тұрайық. Start time дейміз. Start time. Set start time болады. Және usestate осында қолданамыз. Usestate бізде уақыт бастапқыдан 0 болып тұрады. Уақыт бастапқыда бізде 0 болып тұрады. Константный. Енді келесі, давайте duration, промежуток, duration, set duration. Duration болсын. Бұнда да usestate'ті қолданамызда. Промежуток 3 қойып. Келесі константный бізде, давайте gif URL болсын. Gif URL set gif URL сетемесі. И бұл жақта usestate деймізде null дейміз. Келесі константный. Loading. Потом set loading. И тоже usestate. Usestate бізде пока бастапқыда false болып тұрады. Потом бізде видеоны жүктеген кезде true айналады. False деп қойып. Все константның барлығын сызып еттік. Енді не істейміз? Handle сызып етеміз. Handle қандай болады ол? Handle конвертер болады, иә? Екеуміз түрлендіреміз. Convert минутыда async болады. Білесіздер. Енді өшеде шарттар жазамыз, иә? Егер файл жүктелген болса, жоқ, то есть, бізге қайтару керек. Set loading. Set loading бізде уже true айналады. Set loading бізде true айналады. И константный айнымасы іздейік, gif деген оған await жасаймыз. Await деймізде жаңағы мені convert функцияны ffmph-та өшеде қолданамыз. Convert video to gif деді. Көрдіңіздер, импорт жанды төбедегі. Мына жанды бізде қолдандық. Ол жақта біз жаңағы видео файлды аламыз. Видео файл және видео файл start
time, я. И так, start time. Потом duration, я, промежуток. Посылаемыз. Так, келесі set gif URL-ді осында шақырамыз. Set gif URL деймізде, ол бізде gif-ті қайтарады. Gif-ті шақырады. Және set login бізде, то есть жүктеп болғандықтан кейін set login қайтадан false болып қалады бізде. Видео жүктелгеннен кейін ары қарай жүктей алмаймыз. False болады. Басында true болды. Көріңіздер, true болды. Видеоны алаймыз, жүктейміз. GIF-ті алдық и ары қарай қайтадан false айналып кетеді. Так, енді келесі. Енді return бізге не қайтарады бұл? Жалпы бұл функция бізге нені қайтарады сонда? Так, контейнер болсын. Міндетті түрде контейнер. Так, бізде gif URL. Так, gif URL и loading. Так, потом set start time, set duration жанбай қалды. Так, хорошо. Соларды мында қолдануымыз керек. Label. Label, давайте мынандай болсын. Бастапқы, давайте уақыт болсын, бастапқы уақыт секунд болсын. Так, бұл жазу бізде тұрады. И соның астына input қоямыз. Input деймізде, осында event оқиғаны шақырамыз. Қалай шақырамыз? Бірінші давайте типні көрсек. Тип бізде, уақыт бізде не болады? Number болады, уақыт бізде типі number болады. Value start time. Value start time болады. И on change бізде оқиғаны шақырамыз. Оқиға не істейді? Set start time. Set start time жанында көрдіңіздер. Set start time деймізде get target value дейміз. Все. Get target value дедік. Бұл бізде бірінші input. Келесі label бізде, давайте бастапқы уақыт кетті и ұзақтығы, duration давайте. Ұзақтығы болсын. Ұзақтығы бұл да секунд тайм, ұзақтығы. Бұл жерге де input қоямыз. Input давайте ұзақтығы тоже бізде типі не болады? Number болады. Value бізде duration болады. И on change бақыланысы. Event'те уже set duration қолданамыз. Set duration жанды төледегі. Set duration деймізде, бұнда да get target value дейміз. Так, все. Так, енді екі левелді уақытты, бастапқы уақытты қойдық, ұзақтығын қойдық. Енді кнопканы қойдық, жаңа айттым, кнопка бізде не істейді? Бірінші давайте кнопкаға не беріп алайық. On click деген секілді action'дарын беріп алайық. On click бізде кнопка не істейді? Convert жасайды. То есть түлендіреді, уже кнопканы басқа. Disabled бізде логин болады. Жасалып жатыр деген сөзде. То есть конверт жасалып жатыр. Логин.
Bunda bizde belki bunda değil. Loading deyimizde surat belgisi и bunda text olsun. Türlendiriyor. Türlendiriyor. Text olsun. Sosun двоеточие. Sosun келесі gif жасау. Gif жасау деген тексттер болсын. Осы түрлендіру және gif жасау деген кнопкада осы тексттер болады. То есть gif жасау деген кнопка тұрады. И видеоны салған кезде уже түрлендіру, то есть басқан кезде loading бізде не істейді? Түрлендіру мына точка тұрады. То есть түрлендіріп жатыр деген осы екі жазу шығады бізде кнопкада ауысып тұрады. Так, енді кнопкадан кейін бізде астында результат шығу керек. Қандай результат? Уже gif-тің URL-ын шығарып береді бізге. gif-тің URL-ын шығарып береді бізге. Және де gif-тің URL-ын шығарып береді. Және де бір контейнерде создать етеді. Бұл контейнерде давайте ашушы бір кішігірім бір параграф болсын, нәтиже деген бір параграф болсын. Нәтижесін шығарып береді. Нәтижесі қандай? Сурет шығарып береді. Бізде gif сурет. Суретте не болады бізде? CRC болады. CRC-де әрине суреттің несі gif URL болады. gif URL және alt генерация жасалған gif деген бір не болсын, подсказка жасалған gif. Енді келесі суреттен кейін бізде ссылка, гиперссылка кетеді. Href деген гиперссылка кетеді. Бұл hrefті біз неге қолданамыз? То есть бұл кнопка бізде жүктейміз уже. Dyn gif-ті жүктейміз. Href мұнда бізде қандай не беріледі? Hrefте әрине gif-тің URL-ы. gif-тің URL-ы осында болады. Және action скачать етеміз. Нені скачать етеміз? Output gif-ті скачать етеміз. Супер. Output gif-ті скачать етеміз. Все. Так. Жаздық. Енді барлығын бітірдік. Енді экспорт жасайық. Export default біздің форматы видео to gif converter дейміз. Все. Видео to gif converter. Все. Так, бұны да сақтап қойып. Бұнда start time деген білесіздер, бейненің қай жерінен бастап түрлендіру беретінін көрсетеді. Duration деген түрлендірілген gif-тің ұзақтығын көрсетеді. Handle convert деген FFmpeg-ті, мысалы handle convert деген FFmpeg-ті не істейді? Mpeg шақырып, оны gif-ті жасау процесіне көшеді. gif URL деген уже түрлендірілген gif-ті көрсетеді. То есть gif URL деген, түрлендірілген gif-ті көрсетеді, және оны жүктеу сілтемесін бізге береді. Түсінікті. Енді басты компонентіне көшейік. Басты компонентке көшейік. Бұл біздің басты компонентіміз app.js. app.js-қа көшейік. Енді барлық компонентті, видео uploader, video to gif компоненттерді бір жерге жинақтайық. Импорт жасайық оның барлығын. Импорт жасайық. Видео uploader импорт жасайық. Және видео uploader импорт жасайық. Және келесі видео оны да импорт жасайық.
Bunun bарлығын қазір мына жерге түрлендіріп саламыз. Алып тастайық, керек емес. Давайте не болсын, параграф болсын. Video to give генератор жасайтын. Генератор жазасы параграф болсын. Енді бірінші бізде видео uploader тексіндегі, видео төбесіндегі видео uploader. Видеоны жүктейміз, потом видео файл астында шығады бізде. Видео uploader. Бұнда видео uploader'да бізде 10 видео upload болады. Және set video файл болсын. Осында, set video файл болады. Set video файл дейміз не? Жалпы, то есть мына жерде бізде импорт жасайық. Импорт React және мына жерде useState импорт жасайық. From React болсын. From React. То есть мына жерге давайте set video файлды өшіреді. Set video файл useState дегенде өшіреді қолданамыз. Константный видео файл set video файл set video файл и useState бізде 0 болып тұрсын. UseState бізде 0 болып тұрсын. Все, осы видео файлды мына жерге шақырдық. Енді видео файлды біз не істейміз? Осында шақырамыз. Видео файл деймізде және видео uploader деген функцияны to give converter деген функцияны осы жерге шақырамыз. Видео файл деймізде видео файл. Видео файл. Хорошо. Все. Шақырдық. Все осымен командаемыз. Енді көрейік. Запускать етіп көрейік. Терминал. Создать терминал. Бірінші файл неміз етпейік. Приложениеміз етпейік. Енді npm start. Көрейік болады. Was not found. Possible export fetch file imported fetch was not found. Possible export FFTs type. Не дейді? Util'da қате болып тұр бізде. Util'da бізде create FFT imported as create FFmph create imported as create FFmph was not found in page. Possible export FFTip FFmph. Қарай жүрек біз. Методы fetch file. Create file және fetch imported as fetch file was not found in possible.
create ffmpeg fetch file. Mına gidiyor. Şimdi yok tutturabiliyor. Next'ini çok. Bize ikincisini yapacak. Tak, ffmpeg. Kodu koyalım sen. Kodu koyalım sen. Так, вот это монитор. Possible default. Possible explicit default. Так. Ниже. Page. Так, вот true. Уже подрос. И fetch файл bize çok tutturuyor. Navigate'e. Bu sağında. MP işini çok tuttur. Navigate'e failde bize tak bibliotekanın içinde çok tuttu. Was not found in the possible tab page. Found important. İnternetten karıştırayım. Ateşik bırakın. In getting wire, building the project, and being living page. Then which one is it was working fine with version when I uploaded to it's not working. It's not working. Так, версиясын ашырып жатыр бізге. I want to build with I want to use Beautify dependencies. Так, теперь core. Так, jump назовет. MP4. Смотри. Так, он версия смотри, все. Так. CD. Video app. Install. MPH. Вот тут на самом деле их сразу поверну. MPH. Так. MPH. Так. Версия хоп. Выполним. Версия нет. Декрет нажмем. Декрет на очередь. 0. 10. Дальше. Хорошо. Так, error. Неліктен, так.
import. Ну, тура biz kim жасағанбыз? Import. Which I think the easiest solution to use the pre-built version. You can change your import immediately from the to use pre-built. For example, don't films. Так, может, осыны қойып қояйықшы. Может, осы жұмыс істейтін шығар. Так. Сохранить. Көруге сан кеттік. Енді бізде npm start. The package path is not exported from package. There are not models. See export field. The license that see export field in your license. Module not found bizga. Module табылмай жатыр. Мынандай put жоқ дейді. Biz осыдан кейін библиотекада мына put жоқ деп тұр. Is not exported from package. Так, окей. Тогда мы как мы можем решить эту проблему? Так, дальше. Так. Core version should be okay. И как мы можем установить эту версию? Так, view. Так, FMG. Core и вот этот версия, да? 0.11, 5. 0.11. А у нас какая версия? Так. HV, модуль HV. Так, где наш? Вот у нас, видите? Қандай бізде версия? 12 без. Бізде слишком новая версия. Поэтому болмай жатыр. 11.0. 11 деп қолмен өзгертіп қалу керек екен. Көреміз. 11.0. 11 без. Помню, все-таки Саша. Сохранить. Так, хотя что сделать опять. Не туда. Так. Далее снова. Енді бит көруге. Енді жаңа путты өзгертіп қояйықшы. Енді путты өзгертіп қояйық. Export was not found in possible exports of this chip of energy. Так. Барлығын осы проблема тұратын. То есть видео аплода жасаңыз библиотека маңызды бізге. И бізге айтып тұр. Create FFmpeg fetch file. Так. Так. Бізде мына путь жоқ. Яғни так. Жоқ деген мүмкін. Так, енді басқа бір решение көрейікші. Cannot find module. Осы бізде керек. Cannot find was not found. Деп тұр бізде. Так, не істеп тұр мұнда. Так, core pass. Қараңыздар. Core pass, так,
const ffmg create ішіне мындай нені көрсетіп тұр бізге. Log true'дың алдында осындай бір нені көрсетіп тұр. Осыны қолданып көреміз, может. Көрейік. Бұл да бір вариант шығар. Корпас логтың алдына. Так, фигурный скобочка жоқ. Фигурный скобочка ішінде екен. Так, и это через запятая. Лог. Так, но все-таки қырсығы батыр бізге, ja? Болмай жатыр. Was not found ing. Так, сабақ аяқталған тағы да 5 минутта қалған екен. Қарап. Так, is not exported from worker.js studio. This system worker. Бұл біздің қосқанымыз ба? Такой здесь create. Мұнда да болмады. Was not found ffmg possible exports. Нені білген ffmg same I installed using creating without forecast result in fetch failed. Okay, but if I try to provide a forecast, okay, I get вот такой ошибка, да? Так, ну у нас другие ошибки. Бізде басқаша ошибка, ja? Дұрыс npm install core-ды install жаздық. Дәл осы жазғыз, ja? npm install fmg core-ды жаздық, ja? Но көрдіңіздер, бәрінде осы проблема болып тұр. Түсініксіз. Значит, бұл библиотека дұрыс жұмыс істемейді ау. Соған байланысты. Бір үйде қарап көрсеңіздер, ja? Қандай библиотеканы қолдануға болады екен, чтобы видеоны upload жасау үшін. Так, может, басқа библиотеканы қолданып көреміз. Пока білмей тұрмын, басқа қандай библиотека бар екен. fmph. Дәл піскендей болған. I was able to solve this issue on my Express server by downgrading from Node to Node. I'm using these versions of npm libraries and not using an external option like some other questions. Так. Или ноттың версиясында да проблема. То есть, ода ноттың жаңа версиясы еді, оны дискі версияға айналдырдым деді. Downgrading. Okay. Может, сөйтіп көресіздер үйде. Сосын үйге тапсырма сіздерге мысалы жасадық қой біз проектіші. Соны проектіні CSS-пен безендірсеңіздер, CSS қолданып безендірсеңіз. Мысалы бізде CSS қалай безендіресіздер? Бізде не тұрған? То есть инпутқа мысалы инпут кейстерді осыған безендірсеңіздер болады. Немесе бізде неде болды жаңа баттын, кнопкаға бөліп бір безендіру жасасаңыздар болады. Лейблға безендіру жасасаңыздар болады. Хорошо? Үйде CSS-пен безендірсеңіздер. Так, үйде тапсырма осы. Так, мен бір қарап көрейін. Қазір уақытымыз шектеулі, басқа қалай шешсек болады екен. Сіздерге телеграмға жібермесе, что? Пока осы библиотека бізде істемей тұр әзірге. Мынандай create ffmph-ді және fetch файлды бізде таппай жатыр библиотеканың ішінен.
может басқа библиотека қолданып көрген шығар, қарап көрейін, иә. Жақсы, осымен жалпы проектті бітірдік, көрдіңіздер, иә, бәрін бітірдік. Барлық компонентті біз басты компонентті жинақтадық. И болды. Самый там ошибкаларды түзетіңіздер көп тұрғанда. Жақсы, онда сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Тестке дайындалыңыздар, иә, тестке дайындалыңыздар. Апрельдің соңында болады. Так, запись тоқтайық.